Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге Гүлмира. Бүгін осындай қыстық салат жабатын боламыз. Орысша айтқанда голубцы томатным соке. Каналымда көптеген қыстық салаттың рецептісі бар. Ең алдымен бізге керегі пиязымызды видеодағыдай майдалап, жұқа етіп турап аламыз. Сосын қызыл перісімізді де осындай қылып турап дайындап аламыз. Келесінде капустамызды 4 бөлікке бөлеміз, ортасындағы қатты жерін алып тастап, майдалап турап шығамыз. Келесі сәбізімізді осында теркадан өткізіп, дайындап аламыз. Ащы перісімізді де турап дайындап қоямыз. Бірінші осында перловкамызды алып жақсылап жуып, су ағарғанша ыдысымызға суымызды құйып, перловкамызды саламыз. Сосын бір қайнатып аламыз. Газын астын өшіріп, жылы жерге орап қоямыз. Өзіне өзі жарылып пісетін болады. Келесінде қазанымызға осында бір кесе майымызды құйып, қызып тұрған майға пиязымызды қуырып аламыз қызарғанша. Сосын сәбізімізді саламыз, оны да қызарғанша қуырып аламыз. Қуырылған соң, осында қызыл перісімізді салып, тағы да 5 минут қуырып аламыз. Тұзымызды саламыз. Үстіне капустамызды салып, қақпағын жауып қоямыз. Бұқтырамыз да. Дайын болған начинкамыздың үстіне аскөгімізбен ащы перісімізді салып, бетін жауып қоямыз, газын астын өшіріп, сонымен дайын болады. Келесінде осындай тәтті бұрыштарымызды видеодағыдай ішін тазалап шығамыз. Қуырып алған заттардың үстіне бағанағы бұқтырып қойған перловкамызды қосып, араластырып, жақсылап тазаланған тәтті бұрыштарымыздың ішіне саламыз, алдын ала дайындап қоямыз. Мінекей осындай болып әдемі болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сосын осында сәбізімізбен ащы бұрышымызды ет артқыштан майдалап аламыз. Қызып тұрған майға, бір пиала майға қуырып аламыз. Сосын болгарский перісімізді де осы сәбіз сияқты кішкене бірге бір аламыз да, оны да қуырамыз. Видеода түспей қалған. Сосын чесногымызды салып қуырамыз. Үлкен қазанымызға осында ет артқыштан өткізген помидорымызды салып, үстіне қуырған сәбізіміз бен болгарскийімізді салып, жақсылап қайнатып аламыз. Сосын лавровый листімізді, тұзымызды, қантымызды саламыз. Қант бір тәтті дәм береді, помидордың қышқылдығын алады. Сосын алдын ала дайындап алған перістерімізді осының ішіне салып, бір бұрқ етіп қайнатып аламыз. Сосын аскөгімізді саламыз, зеленімізді. Көп қайнатып жүрмеңіздер. Көп қайнатып жүрсеңіздер, голубцилеріңіз езіліп кетуі мүмкін. Сосын мен банкамызда стерилизация істеп, осында 5 штуктан салдым 2 литрге. Сосын үстіне согын саламыз. Егер мені видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта менің видеоларым сізге бірінші болып шығады.
міндетті түрде жасап көріңіздер. Тойымды тәтті салат болып шығады. Назарларыңызға рахмет.